Сәлем достар, ұзақ өмір сүру әрбір жанның қалауы шығар, ал ол өмірде мәнді болған, артынан қалған игі істері мен көңілде орнаған естеліктері мәңгі есте қалады. Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деген мақал бірден белгілі тұлғаларды еске түсіреді. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бұл бейнемізде сіздерге ең ұзақ өмір сүрген адамдар жайлы айтатын боламыз. Бейнені жалғастырмай тұрып, бізді көріп, әлі де тіркелмесеңіз, подписация батырмасын басып, қоңырауды бір басып қойыңыздар. Ал қосылсаңыз, арнамызға қош келдіңіз. Ендеше кеттік. Киодо агенттігінің хабарлауынша, әлемдегі ең қарт адам Ватанабе Тетицу 112 жасында қайтыс болды. Ол Ниигата префектурасындағы қарттар үйінде көз жұмған. Қайғылы жағдайдан 2 апта бұрын 12 ақпан күні қария әлемдегі ең қарт атанып, Гиннес рекордтар кітабына енген болатын. Ватанабе 1907 жылы 5 наурызда туған, 20 жасында Тайваньға көшіп кеткен. 18 жылдан соң Жапонияға қайта оралған. Ватанабеге дейін Хоккайдо аралында тұратын Масадзо Нонака әлемдегі ең қарт адам саналған. Ол 2019 жылы 20 қаңтарда 113 жасында көз жұмды. Соңғы кезде Ватанабе қарттар үйінде тұрған. Орталық қызметкерлердің айтуынша, денсаулығы жақсы болыпты. Ватанабенің 5 баласы, 12 немересі, 16 шөбересі және 1 шөпшегі бар. Айта кетсек, 2019 жылдың қазан айында әлемдегі ең қарт адам атанған 123 жастағы қазақ әже қайтыс болды. Танзиля Бисембиева 1896 жылы 14 наурызда Каспийдің жағасында дүниеге келген. Ресейде тұрса да, өмірінің соңына дейін қазақ тілінде ғана сөйледі. Артында 10 немере, 25 шөбере және 2 шөпшек қалды. Ашым түкілім жатан тұрам болды бас. Бәрі мұттың айналайын. Әжей 100 жасқа дейін бірде-бір рет дәрігерге көрінбеген. Осы мерейтойдан кейін көзі нашар көре бастайды. Содан дәрігерлердің көмегіне жүгінуге тура келген. Тағы бір әлемдегі ең қарт адам. Туыстарының айтуынша, ол әлемдегі ең кәрі кісі. Натабай Тенсиев шалғайдағы таулы ауылда шіркеу жазбаларына сәйкес 123 жыл бұрын дүниеге келген. Оның немересі Зере Натабай атасының жасы одан да үлкен болған дейді. Оның айтуынша, Тенсиевтердің туған жылын шоқындыру рәсімімен өткен 1894 жыл деп белгілеген. Ал іс жүзінде ол 10 жыл бұрын дүниеге келген және қайтыс болған кездегі нақты жасы 137 жас болғанын айтқан. Натабайдың айтуынша, ол уақытта діни қызметкерлер шақырылған жерлерге сирек баратын. Отбасылар кейде жаңа туған нәрестені шоқындыру үшін бірнеше жыл күтуге тура келді. Өмір бойы Тенсиев немересіне ұзақ өмір сүруінің сыры туралы айтып жүрген. Ер адам ең бастысы шыдамдылық, жомарттық және қуанышқа толы өмір деп айтатын. Жергілікті католик діни қызметкері Тенсиевтің шоқындыру рәсімінен өту туралы жазбасының бар екенін растады. Және 2014 жылы оның 120 жылдығын атап өткенін еске алды. Натабай Тенсиевтің туыстары Гиннестің рекордтар кітабына жүгініп, отбасы мүшесінің рекордтық жасын мойындауды сұрады. Ұзақ өмір сүрудің әлемдік рекорды 1997 жылы тамызда 122 және 164 күнде қайтыс болған француз әйел Жанна Кальманға тиесілі. Бірақ зерттеушілер оның жасына күмән келтіреді. Бұған дейін Оңтүстік Африкада тарихтағы ең қарт адам қайтыс болды деп хабарлаған болатын. Ол 116 жас және 106 күн жасаған. Бірақ бұл рекордта ресми түрде мойындалмады. Жер бетіндегі ең қарт егіздер белгілі болды. Жапонияда 107 жастағы әпкелі сіңлілер әлемдегі ең қарт егіздер ретінде тіркеліп, Гиннестің рекордтар кітабына енді. Бұл туралы BBC мәлімдеді. Умине Сумияма мен Куме Кодама 1913 жылы Кагава префектурасындағы
Седо аралында дүниеге келген. Умен оның 4 баласы, ал Куменің 3 баласы бар. Жақындарының айтуынша, екеуі де ұзақ өмір сүріп жатқанын мақтанышпен айтып отырады. Қазір Умено мен Куме Жапонияның екі шетінде орналасқан қарттар үйінде өмір сүреді екен. Ал Гиннестің рекордтар кітабына енгені жөніндегі сертификат коронавирус пандемиясы зиян келтіруі мүмкін деген қауіппен пошта арқылы жіберілген екен. Жаңа рекорд Жапон елінде жыл сайын атап өтілетін ұлттық мереке үлкендерді құрметтеу күніне ойластырылыпты. Омине Сумияма мен Коме Кодама өздерінің отандастары әпкелі сіңілі Кин мен Жин 2000 жылы орнатқан рекордты жаңартты. Кин 2000 жылдың қаңтар айында қайтыс болса, Жин 1 жылдан кейін 108 жасында өмірден өтті. Жапон халқы әлемдегі өмір сүру ұзақтығы бойынша ең жоғарғы ел. Әлемдегі ең қарт ерлі-зайыптылар. Әлемдегі ең қарт ерлі-зайыптылар 79 жыл жұптары жазылмауының құпиясымен бөлісті. Хулия Сезар мен оның жары Вальдрамина Макловия рекорд жаңартқандарын мақтан тұтуда. 110 жастағы Хулио мен 104 жастағы Вальдраминаның бақытты отбасылық өміріне 79 жыл толып отыр. Ортақ жасы 214 жылды құрайтын ерлі-зайыпты әлемдегі ең қарт жұп деп танылған. Қартайғанға дейін ұстаздық етіп келген жұбайлар бүгінде зейнеттің қызығын көруде. Хулио жарының жүрегін алғаш танысқанда ақындығымен жаулаған екен. Ол болашақ әйелінің көркі мен салмақты мінезіне тәнті болған. Ортақ 5 баласы бар ерлі-зайыпты балаларының барлығы жоғарғы білім алу үшін барын салған. Білімді басты байлықтардың бірі санайтын жұп балаларының көзі ашық, көкірегі ойы болғанын қалапты. Бүгінде Хулио мен Вальдрамина 11 немере, 21 шөбере, 9 шөпшек сүйіп отыр. Олар бақытты отбасылық өмірінің құпиясымен бөлісті. Айтуларынша бастысы бірін-бірі сүйіп, сыйлай білу қажет. Әрі өмірде туындаған барлық қиындықтарды бірлесе, салмақты шешімдермен шеше білуде маңызды екен. Осымен бейнеміздің аяғына келіп қалдық. Егер бейне ұнаса міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелмесеңіз тіркеліп, пікір алаңға өз ойларыңызды жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге де осынша жас бұйырсын. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.